Ой, осы жерде менің достарым бар. О, міне бұлар деген барлығын айырады. Біз бұлай қалдай мықты біттік дейсіңдер ма? Бұл келді, және де ол супер жылдам. Ал бұл Эндрю, оның дым күші жоқ, чорт қой жүрген болмай қалған. Башы фриферда неғып жүрген делмейсің оны. Ал бұл Хаято, оның қылышы бар, және де ол ең крутойы. Үстіндегі кожаный курткасы да крутой, базар жоқ. Ал біз осы күштерді қалай алдық дейсіңдер ма? Бірнеше жыл бұрын біз барлығынан жеңіліп қалған тұғынбыз. Тек қана Хаято өзі ғана Кызыбекаларға қарсы төбелесіп жатты. Мен ешқашан берілмеймін. Тұтам айырып жүрейін ба сендерді? Ал енді, сендер сау болыңдар, жатшы. Қуасың ба сен? Гол! Мен супер сыйламын ғой, короче, тичі. Ал Эндрю өзі қалай мықтылық бітті дейсіңдер? Ол бұрынғы кезде нуп болатын, және де осы кезде ол Алықпен жауласып жүрген. Бір күн Алық оның бартта көтін айырып, оның мусыны жәшке тыққысы келді. Алық оны тепкінің астына алды. Ақыр соңы мусырны жәшке тығып, оны әбден теуіп пышын шығарды. Ал осыдан кейін Эндрю жынданды да өзінің қандай болса да мықты күшін алды. Бірақ оны ол ешқашан қолданбайды, чорт қой жүрген. Сен үшек, қайттан тірісін бәлі, кет құржат. Ал келлеге келетін болсақ, ол өзінің күшін жарысталды. Міне, дәл осы спорткармен ол жарқысы келетін тұғын. Ең басында спорткардың иесі келлеге беріліп жатты. Келли өзі озып келе жатырмын деп ойлады, бірақ дәл осы кезде ол өзінің ұтылып келе жатқанын түсінбеді. Спорткардың жүре салған сол еді, Келли сразу ұтылып қалды. Айбай, ішім ауырып кетті, емайы. Мен неге тасбақа сияқты жүремін? Бұл деген бәші әділ емес қой, өмір-ай, маған супер сыйлабиш, мен деген флеш сияқты қозғалайыншы. Немене? Емайы, киімімде мощный, өзімде мощный өкпеттім ғой, чөті мен өзімнің күшім көп екенін сезіп тұрған сияқтымын. Ал енді өзімнің жылдамдығымды тексеріп көрейін. Бой, какой я флеш! Ал маған келетін болсақ, менде әлі супер күш жоқ. Сол үшін қазір мен осыдан кейін супер күш алуға тырысып көремін. Бірақ қанша тырыссам да, вообще супер күш ала алмайды екенмін. Мен қалай болса да тырыстым, мен барып Кызыбекаларға барып, олардан супер күш алуды көрдім. Бірақ олар маған супер күш берудің орнына олар мені тепкілеп тастады. Тепкілеген соншалық қайтадан тұра алмай қалдық қой, келесі атқа бастауға тура келді. Бірақ мен әлі бұл супер күш алудың ережесін түсінбеген екенмін. Сөйте супер күш алу любой кезде алып қалуы мүмкін екен. Бұны только разработчиктер шешеді. Мен осылайша спокойно супер күш алдым, ешкімнен таяқ жемей-ақ. Және де мен супер күшімнің қасына дрондарды басқару келді. Мәссаған ана аяқта аэродроп түсті. Бірақ ол жақта Кызыбека жүр, оның жоты көтін айыру керек сияқты ғой. Жотам дирижабль құла жерге. Дроным мынау Кызыбеканы алып кет. Осылайша біз улучшенный персонаж болып кеттік.